ортасында немесі бар, номері бар, сол номерге отырасың. Ортасында нөмір тұр, сол нөмерге барып отырасың. Міне, ортасында. Мына жерде қанша? 3-ге бар. Сәлеметсіздер, оқушылар. Ашық сабағына қош келдіңіздер. Отырыңдар. Топқа бөлдік, 4 топқа бөлдік. Қолыңыз әдісі арқылы, иә балдар? Қолыңызды тарату арқылы біз 4 топқа бөлінген екенбіз. Ары қарай. Бізде бүгін бағалау парағы алдарында тұр, міне. Барлықтарына бұл ою әдіс. Яғни біз өзіміздің құндылығымызды жоғалтпауымыз керек, иә? Міндетті түрде. Сол үшін мен сендерге оюлы әдіспен бердім. Мына жерде біз балдар жазылып тұр. Әр тапсырманы орындаған сайын өздеріңе не істеп отырасыңдар? Балдарыңды өздерің қойып отырасыңдар, дұрыс па? Одан кейін сабақтың аяғында кімнің қанша бал жинағанын айтамыз. Мына жерде әркім өз топ басшысын сайлап алсын. Одан кейін топтарға бөліп берсін. Мына жерде Аружан болатын болса, мына жерде Сезім, иә? Мына жақта кім? Иә, біреуі болғанда мына жерде кім? Адина, сен боласың ба? Тарап бере ғой, біреуден. Мына жақта Інжу болады, иә? Жақсы. Иә, жануарлардың қозғалуына байланысты берген болатын, иә? Әртүрлі жануарлардың қозғалысы қандай болады екен? Әртүрлі болады екен, иә? Олай болса, бірінші сұрақты бастап қояйын. Шаяндардың бас көкірегінде неше жұп жүру бұнақ аяқтары болады? 5 деп ойлады. Кім айтты, жауап берді? Жақсы. Ал. Егер де дұрыс болмаса, біз суға батып кетеміз. Енді зор, кірпікшелер. Дұрыс айтасыздар. Өйткені бұларда қандай болады? Кірпікшелер болады. Жақсы, кірпікшелер болады екен. Келесі сұрағымыз, қай жануардың аяқтары дененің астынан тіреп тұрады? Сүтқоректілер дейсіңдер ма? Ал. Дұрыс жауап бердіңдер, иә? Өйткені оларда қанша аяқ болады? Сүтқоректілерде? 4 аяқтар болады дейін, иә? Алғаш рет құрылыққа шыққан омыртқалы жануарлар? Қосмекенділер, алғаш рет. Яғни олар қандай жануар жатыр? Қосмекендерге. Бар жатыр қосмекендер. Өйткені олар суда да өмір сүреді және құрылықта да өмір сүреді. Құстардың алдыңғы жұп аяқтарының түрі өзгеріп, неге айналған? Құстар. Иә, шұқанаттардың. Кешірдер өз басы жүріп деп айтқанмен. Ала өрмекшінің тарақты тырнақтары не үшін арналған? Өрден жүріп үшін. Дұрыс айтасыздар. Ойбай, сіз жүріп. Бастан басы жүріп. Жорғалаушылардың аяқтары өте қысқа болғандықтан қозғалуға не қатысады? Үй жұмысы болған. Пысықтау сұрақтары, иә? Ары қарай кеттік. Қазір жаңа тақырыпты бастамас бұрын бірінші нені көріп алайық? Видео. Гидраның жеке жүйесі сепаризация мен орталықтандыру байқалмайтын жеке жасушаларының шашыраңқы орналасуымен сипатталады. Жеке жүйесі соншалықты қарапайым болғандықтан, бұл жануарлар жеке жүйесі арқылы жүзеге асатын күрделі іс-әрекеттерді орындай алмайды. Олар көбінесе өсімдіктер сияқты қозғалмайды және радиалды симметриялы. Жеке жүйесіндегі сепаризациялау мен орталықтандыруды ең алғаш жалпақ құрттардан көруге болады. Оларда қарапайым миды, жеке жүйесінің симметриялық бөліктерін және дененің екі жақты симметриясын атап өтуге болады. Бұл жануарлар гидраның қозғалысы тіршілік жағдайымен салыстырғанда белсенді түрде қозғала алатын болғандықтан жеке жүйесінде күрделену бар. Былқылдақ денелілер дамыған жеке жүйесінің тағы бір мысалы болып табылады. Қос жақтаулы былқылдақ денелілер сияқты қозғалмайтын былқылдақ денелілер жеке жүйесі ең төменгі сепаризациясын көрсетсе, сегіз аяқтарда ол омыртқалылардағы сияқты күрделі болуы мүмкін. Жеке жүйесінің дамуы осы екі былқылдақ денелілер түрінің қызметі бойынша анықталады. Баяу қозғалатын былқылдақ денелілер жылдам қозғалатын сегіз аяқтарының туысқаны екенін елестету қиын әрине. Жақсы. Бұл видеода не туралы айтылған? Гидра, тағы да жүйке жүйесі қандай ағзалардың жүйке жүйесі? 8 аяқ, гидра, тағы да
болуы дейді. Сонда бір сөзбен айтқанда жануарлардың жүйке жүйесі туралы айтылған екен, жақсы. Олай болса, балалар, бүгінгі біздің тақырыбымыз жүйке жүйесінің типтерін салыстыру. Яғни мақсаттың сабақтың оқу мақсаты жануарлардың жүйке жүйесінің типтеріне салыстырып, яғни бүгін көреміз. Сондықтан бүгін дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазып, тақырыпты жазып қойыңдар. Жүйке жүйесінің типтерін салыстыру. Дәптерлеріңізді ашып, бүгінгі күнді жазыңдар, тақырыпты жазып қойыңдар. Яғни бүгінгі сабақта жануарлардың жүйке жүйесінің типтерін салыстырамыз, және олардың түйінді, диффузды, баған түрінде, түтікше жүйке жүйелерін сипаттаймыз. Сонымен жас болсақ, тақырыпты жас болсақ, тақтаға назар аударайық. Жалпы ағзалардың үйлесімді жұмыс атқару үшін барлық жануарларда, адамдарда осы жүйке жүйесі жұмыс атқарады. Жүйке жүйесі қайдан тарайды? Жүйке жүйесі бұл ми мен жұлыннан тарайды. Соның ішінде ең қарапайым жүйке жүйесі бұл бір жасушалар болады, бірақ оларда жүйке жүйесі болмайды. Өйткені олар бір жасушалы жануарларға жатқан. Бұларда бұның кейбір түрлерінде ғана, мысалы инфузория, мына бірінші сурет инфузория, өздері айтындар, кірпішер, кебіше, олар жасушаның басқа бөліктеріне қоршас арқылы жеткізіп отырады. Яғни кірпішелер арқылы. Екінші бізде жасыл глена, амеба, бұлардың барлығы бір жасушалы қарапайым жануарлар. Екінші бізде диффузды немесе торлы жүйке жүйесі деп атаймыз. Бұлар ең алғаш шек қуыстылардың ішінде өкілі гидрада пайда болған екен балалар. Бұларды диффузды жүйке жүйесі дейді, немесе торлы деп атайды. Яғни екі атауы бар. Кейбір кітаптарда торлы деп жүреді, кейбір кітаптарда диффузды деп атайды. Өйткені бұлардың жүйке жүйесі бүкіл денесіне торлап орналасады. Сондықтан торлы жүйке жүйесі деп атаған. Түсінікті ма? Ары қарай кетті. Екінші бізде түйінді жүйке жүйесі келе ғой. Отырамыз. Қайда жүрсің? Дәрігерде? Түйінді жүйке жүйесі бұл ең алғаш бұл құрттар. Оның ішінде буын аяқтыларды, бунақ денелерде отырған өрмеш тәріздер, шаян тәріздер, ұлуларда, кеңшелерде осы түйінді түрі пайда болады. Неге түйінді дейді? Бұларда жұртқыншақ үсті жүйке түйіні, жұртқыншақ асты жүйке түйіні, яғни қалыптасқан. Яғни бұларда басы қатты дамымағандықтан жүйке түйінінен дамыған. Міне бұл жерде ұлулар көрсетіліп тұр, өрмекш тәріздер көрсетіліп, және бұлтық құрттар көрсетіліп тұр. Ары қарай кетті. Сатылы жүйке жүйесі, келесі бізде сатылы жүйке жүйесі ең алғаш құрттардың ішінде жалпақ құрттарда сақ тәрізді, яғни бас жүйке жүйесінен басталады, бүкіл баған түрінде келіп, яғни денесін баған тәрізделіп, яғни сақ түрінде бытыраңқы орналасқан. Ақ сулама дейді, немесе ақ планария деп атайды. Түсінікті ма балалар? Бұларда сатылы жүйке жүйесі дамыған екен. Келесі бізде мына шұбалшанды көрсетіп тұрмын. Бұларда мына шұбалшанның ең алғаш қан айналым жүйесі пайда болған жануар ғой. Сондықтан қан айналым жүйесі бұларда тұйық, білесіңдер. Яғни қан тамырларының ішінен жүрген екен. Бұлардың ішінде жүйке түйіндерінен жүйке тізбегіне дейін тұратын бунақ жүйке жұртқыншақ үсті, жұртқыншақ асты жүйке түйіндерінен құралған екен. Ең бунақ түйіндерінің ішінде ең күрделісі. Келесі бізде түтікшелі жүйке жүйесі, түтікті дейді, барлық желі жануарлардың ішінде омыртқалы жануар, яғни балықтан бастап адамға дейінгі жануарлардың барлығында түтікті жүйке жүйесі осыларда қалыптасқан екен. Неге? Бұған адамда кіреді, өйткені бұларда бас бөлімде ми, яғни жақсы жетілген. Ми дегеніміз
олар 5 бөлімнен тұрады. Иә, білесіздер, ол жаңағы балықтарда, қосмекендерде, құстарда, сүтқоректілерде, жорғалаушыларда пайда болады екен. Яғни, олар 5 бөлімнен тұрады, алдыңғы, аралық, ортаңғы, миышық және собақша милардан тұрады. Олар ми жаңағы жұлынмен жалғасады да, бүкіл денесіне не істейді? Таралады екен, жүйке. Міне қосмекендердің миы, балықтардың миы, сендерге көз елерінде алдарында тұр. Ең бірінші түтікті жүйке жүйесі бас бөлімнен және жұлыннан тұрады. Сондықтан оларда жақсы дамыған, яғни 5 бөлімнен тұратын ми бөлімдері жақсы жетілген. Олар сүтқоректілер болсын, бақалар болсын, қосмекендер болсын, әр ағзалардың ми несі көрсеткен, бірақ олардың жаңағы денесінің көлеміне байланысты олардың жаңағы миының көлемі суға сәйкес келеді екен. Мысалы, бақының міне, балықтың міне, жорғалаушылар, құстардың міне, сүтқоректілер міне. Барлығы да 5 бөлімнен тұрады. Ары қарай кеттік. Міне, енді жүйке жүйесінің типтерден келетін болсақ, біз есіңіздерге қандай типтерді айтып бердім. Бірінші, диффузды, торлы деп атайды. Өкілі кім екен? Гидралар. Бағаналы немесе сатылы дейді. Олардың өкілі ақсулама немесе ақтанар деп атайды. Кейбір кітаптарда. Түйінді жүйке жүйесі ұлулар, бұл тұқырттар, бұлнай аттылар жатады екен. Келесі түтікті жүйке жүйесіне барлық омыртқалы жануарлар кіреді. Жақсы. Олай болса, топтық жұмыс жасайық. Бірінші топ, міне бірінші топ, екінші топ, үшінші топ, төртінші топ. Бұл жерде сендерге әртүрлі жаңағы тапсырмалар береді. Бірінші топқа мен модельдеу береді. Яғни бірінші топқа, бірінші тобымыз қайда біздің? Модельдеуді берем. Бұл модельдеуде, яғни жүйке жүйесінің типтерін модельдеп сипаттайсыңдар. Сендерге керегі мынандай кішкентай таяқшалармен жаңағы пластилинді мынаның үстіне жабыстырып отырып, жаңағы жүйкелеріне аласыңдар. Жақсы ма? Жүйке түйіндеріне. Екінші топ 3D карточка арқылы, яғни бейненің қандай жүйкеге түйіндеріне жататындығын анықтайсыңдар. Қайсысының дененің бұл жерде жаңағы әртүрлі ағзалардың жүйке жүйесінің типтері берген. Мына жерде QR жасасаңдар, соткалардың алып кетіп едім ғой, QR жасасаңдар, қандай жүйке түйіндері екенін көрсетіліп тұр. Соған байланысты сөйлейсіңдер. Жақсы ма? Үшінші топ модельдеу, яғни ми бөлімдері. Бұл жерде әртүрлі ағзалар, мен сендерге дайындап өтемін, балықтың және жорғалаушылардың. Соны салып, жаңа айтып бересіздер, қанша модель бөлімдерге жатыр. Яғни ол неге байланысты? Төртінші топ топтастыру. Жүйелі жүйке жүйесіне бұл әдіс арқылы жүйелі жүйке жүйесіне жататын ағзалар топтастырып сипаттайсыңдар. Міне, үшеуде олар қандай ағзалар? Бар, омыртқалы ағзалар. Мына жерде нелерде жатыр, сатылы тұр, диффузды тұр, бірақ оны сипаттамайсыңдар. Тек қана үшеуде. Иә. Ұзынан қойып жабыстыр. Мыналар бейт жабыстырып отыр, мынаның ұзынан модель дейсіңдер. Сендерге беріледі. Ұзынан сізге бейт жабыстырмайды. Болды. Бірінші, ана таяқты қойып алды. Жақсы? Сендерге Аржан, сендерге не берген? Модель деген. Мен қаншысың жабыстырып алды. Түйін жүйке жүйесі. Қалай жаста? Ол неде тұрады? Түйін жүйке жүйесі. Қайда бастау? Сол кітап беріп шығады, сол шығайды, қорғап берсесіңдер, дайын жүріп. Алға, иә. Кітапта тұр, түйін жүйке жүйесі. Қандай жануар, бүкіл омыртқа жануар. Оларда не таралған кеш? Яғни басымен бүкіл омыртқа жолдасынан таралған. Барлығы келді, ағысын ашық екінші жағын жабыстыру.
Гидрада қандай болады? Форма, иә? Форма. Оны қалай жасалады? Ал, форма. Жарақтар арқылы жүйке жүйесінің моделін сипаттап береді. Бұл жерде қандай ағзалар берілген екен? Бұл жерде сатылы жүйке жүйесі және диффузды қорлы дейміз, иә? қорлы жүйке жүйесі келеді. Бірінші моделімізде біз парақшалармен пластилин қолданып моделін жасадық. Тамаша. Пластилинді қолданып торлар жасадық, иә? Тор түрінде шашқанға орналасқан екен, иә? Бәріміз қарап отырмыз ба, балалар? Бәріміз қарап отырып назар аударамыз. Ұнады ма? Модельдер. Бірінші топты. Жақсы, тамаша, қолын шапалақтап қойып, өте жақсы. Төрт балдық жүйе. Жақсы. Екінші. Тірейді карточкасы арқылы, дененің жүйке жүйесін көрдіңдер ма, таптыңдар ма? Қандай екен? Түйінді. Тақтаға қарап айтамыз, ойна. Балаларға қарап айтамыз. Кәне, бәріміз қарап отырайық. Үшінші топ, төртінші топ. Бұл суретте ұлудың жүйке жүйесі. Бұл түйінді жүйке жүйесі. Түйінді жүйке жүйесі, бұларда немеден тұрады екен? Түйін асты, түйін үсті жүйке жүйелерінен тұрады екен. Сендер тірейді карточкалардан қандай суретті көрдіңдер? Қай жануардың көрдіңдер? Болттық? Иә, болттық құрттарын көрген екен, иә? Кім көрсетті? Мұғалімдер апарып көрсетуге болады, иә, тірейді карточкаларды. Жүйке түйіндеріне. Отыра ғой, үшінші сұрап шықты. Жануарлардың басының моделі. Бұл жерде, арзан айта ғой, тақтаны. Мына жақ тақтаны жаппаймыз, мақсат. Біз бірінші балықтардың және де жорғалаушылардың жүйені жасадық. Мысалы, балықтарда алдыңғы, ортаңғы, солға және де өші мыйшықтандырып және артқы ми. Артқы ми. Жорғалаушы миларда қандай екен, алдыңғы ми, ортаңғы ми, ортаңғы ми, тұзып, қылпақша ми, және мыйшық артқы мидан тұрады екен, жақсы. Неге түтікшелі жануарларда, яғни барлық омыртқалы жануарларда деп айтамыз. Неге бас бөлімі 5 бөлімнен тұрады? олар жақсы дамыған. Иә, оларда ойлау қабілеттері, жүйке жүйесі, яғни жұлынларда өте жақсы дамыған. Отыра қойды. Үшінші топ, төртінші топ, келе қойды. Бұлар жануарлар қандай жануарлар? Иә, омыртқалы. Бұл жерде омыртқасында жануарлар көп тұрмыз. Қайсы омыртқалы? Бақа, жоқ, ол жатпайды. Мына жақты көрсетесің. Иә, адам. Тақтаға, балаларға қарап айтамыз, Алихан, тақтаға қарап отыр. Бес бөлінген. Яғни, өте күрделі ма? Өте күрделі. Тағы да не айтасың? Иә, миы болады тағы да. Барлық омыртқалы жануарларға тән екен. Айдина қосарылар ма? Жақсы отыра ғой. Сонымен, біз бүгін отырмыз. Бүгін қандай типтерді ажыраттық екен?
Қандай жануарлар типтердің жүйке жүйесін ажыраттық? Қандай бар екен? Бірінші, яғни диффузды немесе торлы деп атаймыз. Екіншісі сатылы, түйінді, төртіншісі түтікше тәрізді жүйке жүйесі. Жақсы. Келесі бізде тапсырма. Келесі бізде жүйке кітапшасы деп аталады. Қазір барлығымызға топқа жаңағы нені жіберемін. Қандай ағзалар туралы айтылған екен бұл жерде? Адина ашылды ма? Бірге, міне, Эльдадан ашылды, бірге оқыңдар. Жіп бойынша оқиық. Мақсат бірге оқыңдар. Нелерді рақтық. Қандай ағзалар туралы айтылған екен? Қандай жүйке жүйесі бұл жерде дамыған? Сонымен сендерге жүйке кітапшасы арқылы ертегі берді, иә? Ертегі берді. Бұл ертегі не туралы айтылған екен? Кім маған айтады? Түрі ағзалардың жүйке жүйелері. Түрі ағзалардың жүйке жүйелері туралы. Иә. Әлем мен ая эволюция фактологы. Қандай ағзалар кірген екен? Бұл қандай ағзалар туралы? Гидра кірген екен. Гидра қандай жас? Қандай жүйке жүйесі деп айтылған екен? Диффузиялы деп айтылған. Ал ара кірген екен. Ара қандай? Түйінді жүйке жүйесі дұрыс айтасыз. Құрттар қандай құрттар? Буылтық құрттар ма? Жалпақ құрттар ма? Жалпақ құрттар қандай жүйке жүйесі? Жалпақ құрттар және ақтанайды. Сатылы жүйке жүйесі. Дұрыс айтасыздар. Келесі тағы қандай ағзалар туралы айтылған? Қар барысы. Қар барысы қандай жануар? Омыртқалы? Иә, омыртқалы жануар. Қандай оған? Иә, түтікше, тәрізді, күрделі, өте күрделі жүйке жүйесі екен. Жақсы. Олай болатын болса, сұрақтарға жауап берейік. Жүйке жүйесінің ең қарапайым түрі қандай екен? Сонымен гидрада, иә? Қандай? Диффузды. Жақсы. Қай ағзалардың сезім мүшелері жақсы дамыған екен? Кім айтты? Сезім. Иә, буын аяқтылардікі ет, жақ, сезім мүшелері жақсы дамыған екен. Келесі үшінші табиғаттың ең жетілген туындысы қандай ағзалар? Ара емес. Иә, түтікті жүйке жүйесі екен. Сезім ары жағдай. Жақсы, өте жақсы. Олай болса, кім сұраққа жауап берді? Өзіңе бал қосып отырсын. Бұл 3 балдық тапсырма. Келесі тапсырма, дәптермен жұмыс, бәріміз дәптерімізді аштық, күнді жаздық. Олай болса, сіздерге мынандай карточка таратамын. Дәптерге жұмыс жасаймыз. Тақта дәптерді аштық қой. Күнді жазыңдар, тақырыпты жазып қой. Әке жазып отырмақ. Дискриптор тұр, жануарлардың жүйесінің типтерін анықтап, ерекшеліктерін жазасыңдар. Бұл жалпы 3 балдық жүйе. Сызбай соның ішіне толтыра беріңдер. Дәптердің ішіне. Сосын маған дәптерлердің ішіне салып, өткізіп жібер дәптерлерді. Жақсы ма? Осының ішіне жасай бер. Әйтсе уақыттан кетеді. Мынаның ішіне жасай беріңдер. Сосын дәптердің ішіне салып маған өткізесіңдер. Жарай ма? Осының ішіне толтыра беріңдер. Дәптермен жұмыс. Гидраның көрсеткен видеосын. Гидра қалай болмаса. Мына G программасы жасап берді. Суретпен. Қалай шашыра болмаса деп, форм түріп түз. Міне, қайдадан көрсетіп жүрейік. Мына жерде. Диффузды жүйке жүйесіне гидра жатады. Қалай болмаса, күшетәрді. Иә, күрделесін. Форма болмаса. Міне, мына жерде ұлғақ көрсетейік, түйінді. Жүйке жүйесі. Оның денесі бойынша толқын тәрізді қозғалыс байқалады. Бұл суреттің барлығын
басы миынан тарап тұрады. Көрдіңдер ме? Сонда басы миы 5 бөлімнен тұрады деген сөз. Кім толтырып болды? Айта ғой. Кім айтып жүрсің? Торлы жүйкелі торлап орналасады. Өкілі гидро. Жақсы. Сатылы жүйкелі көлденең банандардан тұрады. Өкілдері жалпақ құрттар. Тиімді жүйкелі құрсақ жүйке тізбектерінен тұрады. Ұлулар мен буын аяқтыларға тән. Түтікті жүйелі өте күрделі дамыған қарбарыс. Жақсы, молодец, өте жақсы. Өте тамаша. Жақсы толтырып шықтың. Адина мен соған жаза сал деп айтып отырмын. Дәптер қағазға жазайын. Және дәптерде болса дәптерде тұра берсін. Мына жақтан. Кім жас болды? Сезім. Нені түйінді жүйке жүйесін оқып жүрші? Түйінді. Жұтқыншақты жүйеден бар. Жұтқыншақты. Өкілдері ұлулар. Ұлулар, жақсы, өте тамаша. Келесі, мына жерде ұлпа. Диффузын айтып жүрші. Бірінші, торлы. Ұлпа айтып жүр. Шоғыр тізіп орналасады, шоғыр шашқан. Жақсы отырамын. Олай болса, тақтаға қарай қаламызды қоямыз. Енді бекітіп сұрақтарын қойып жүрейік. Бекітіп сұрақтарына жауап береді қазір. Мына жақта Ернияз жауап бере ғой. Бірінші сұрақ. Жануарларда жүйке жүйесі қандай рөл атқарады? Ой, қазір. Жануарларда жүйке жүйесі қандай рөл атқарады? Өздері ойланады. Басқарады. Бүкіл ағзаны не істейді? Басқарады, қызметін басқарады. Екінші сұраққа жауап береді. Екінші сұраққа жауап берсін. Екінші сұрақ. Тұщы су гидрасында жүйке жүйесі қандай? Және гидрасы қандай? Диффузды жүйке жүйесі. Жақсы болды. Бүгінгі сабағымыз осы. Үйге тапсырма жазып алайық. Кері байланыс. Бірінші үйге тапсырмасын кері байланыс жасалайық. Бүгінгі сабақ ұнады ма? Қандай түсінді осы сабақтың жалпы құрылымы? Кім айта қойшы, Санжат? Бүгін жануарлар жүйке жүйкесін не түсіндің? Түсіндің бе? Әлі сұрағың бар ма? Бәрі түсінікті ма? Түтік жүйелерінің Түтік тәрізді жүйенің жүйке жүйесі қандай жануарлар жатады? қарбарысы. Қарбарысы, тағы да бүкіл омыртқалы жануарлар жатады. Ары жағын айта қойшы. Жақсы, рахмет, өте жақсы. Отыра ғой. Үйге тапсырма жазып алайық. 35-ші параграфты оқымасындайсыздар. Одан кейін тапсырманы оқымасындайсыздар. Егер түсініксіз болса, WhatsApp-тан жазамыз. Олай болса, бағалау парақтарын өткізейік. Кім қанша бал алды екен? Балдарымыз қойып отырдық па? Ұлпа қанша бал алыпсың? 9 бал алдым дейді. Жақсы, өте тамаша. Аружан 10 балды жинадым дейді. Ал, 3 балды. Жаңа айттым ғой. Неден айтады жаңа кітап? Қанша жинадым? WhatsApp-тан жіберем, жарай ма? 10 бал жинадым. Мақсат қанша жинадым? 7 бал жинадым. Кім? Санжар 9 дейді. Елдана қанша? 7 бал жинадым. Адина 7 бал жинадым. Артына жазып қойды ғой? Әкеле ғой. Қанша жинадым? Жазады ба? Қарындашпен жазып қойды. Жарайды, сен 10 бал жинадың. Жақсы дейді. 9 бал жинадың. Қанша жинадың? Ернияз? 7 бал. Сен 7 бал жинадың. 4 бал жинадың. Жақсы. Өзіміздің бағаларымызды енді күнделік білім класқа қоямын. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Осында сыныптарына бара беріңдер.